Қазақта бір сөз бар. Өлген аруақ жер таңдамайды дейді. Отырып қалған қыз бай таңдамайды дейді. Бұл қыздардың кінәсі емес негізінен. Иә. Бұл ата-ананың кінәсі да. Мысалы, қыз бала, тағы айтылып айтамын. Қыз баланы уақытында, мысалы, баяғыда би айтқан ғой. Арық атқа қамшы жау, жыртық үйге тамшы жау. Жасында бай алмаса, көрінгенмен ойнаса, бәрінен де қызын жау деген. Сондан ол біз қазір әрбір қазақтың үйінде бір жау қыз тәрбиелеп отырмыз. Неге? Өйткені ақылымыз жетпей жатыр ғой соған. Ақылсыздықтан жасалған нәрседе неге? Ол қызын еркіне салсан, ол жүре береді. Үйтем, бүйтем. Жалпы мынау Ницше деген немістің философы айтады ғой, мәдениет дейді. Мәдениет мәжбүрлеуден басталады дейді. Мәдениет мәжбүрлеуден басталады, кейіннен ол әдетке айналады, әдет мінезге айналады, мінезден тағдыр пайда болады дейді. Сонда ол қызды бұлғандатып еркіне салу дегеніміз ол ақылсыз ұлттардың, ақылсыз адамдардың ісі. Өзі білет деген, ол ата-ананың өзі білет деген сөз, ол не? Ана қазақтың дәрменсіздігі ғой. Бұрынғы күш қуаты бар қазақ ешқашанда баласын өзі білет демейді. Әй, биыл сенің аяғын тұсаймын дейді. Болды. Бітті. Неге? Сонда ата-ана керек та. Ай қыз, биыл сені Аллаға ұзатамын. Сонда бұрынғы біздің батырлар өз ұнаған жігітке қызын берген, өз ұнаған жігітке қарындасын берген. Неге? Таныған ана жігіт мына менің қызымды не қарындасын жылатпайды деп.